Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Нәрестеге алғаш рет тіс шыққан кезде нені ескеру қажет? Нәрестеге тіс шыққан кездегі температура жағдайында не істеу керек? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын видео барысында білетін боласыздар. Нәрестеге алғаш рет тіс көп жағдайда 6 айынан бастап шығады. Әдетте астыңғы бір тісі қызыл иекті жарып шығып көзге көрінеді. Балалардың алғашқы тістері ата-ананың жүйке жүйесі үшін әжептәуір сынақ. Бірақ кейбір балаларда тіс жару белгілері 6 айдан ерте пайда болуы мүмкін. Алғаш рет тісі шыққан сәби жылап, ыңқылдап, мазасызданады. Ыстығы көтеріліп, іші жасыл сұйық түйіршік түрінде өтеді. Сілекейі тоқтаусыз ағып, қызыл иегі ісіп кетеді. Еш уайымдамаңыз, ол тіс шыққанда жүретін қалыпты жағдай. Ата-ана ретінде сіздің міндетіңіз баланың жанынан табылып, оның көңілін аулау. Ыңылдаған кезінде баланы көтеріп, ойнатып, көбірек емізуге тырысыңыз. Есіңізде болсын, тіс шыққанда іштің өтуін ешбір дәрі тоқтата алмайды, сондықтан сабырмен күтіңіз. Тіс қызыл иекті жарып шыққан соң аталған белгілер тоқтап, бала өз-өзіне келетін болады. Көп жағдайдағы сәбилер жылау арқылы айналасындағылардың бәріне мазасы қашқанын білдіреді. Тіс шығып келе жатқанның айқын белгілеріне мыналарға жатқызуға болады. Еркелік, нашар ұйқы. Егер күндіз сәбидің көңілінің проблемадан қалай болса да басқаға аудару мүмкін болса, түнде жағымсыз белгілері толық сезіледі. Қарын ашқанға немесе ауру сезіміне қатысты жоқ, кенеттен қатты жылау. Тамақтан бас тарту, ас қорытудың бұзылуы, мазаң қашып тұрғанда тамақ та батпайды. Сілекейдің көп бөлінуі. Осы кезеңде аналар сілекейдің көлдей болып кеткенін айтады. Алжапқыш, беторамал немесе сұлықты қолданыңыз. Тітіркену, ауыз, иек пен мойын тұсында бөртпелердің пайда болуы. Терінің мұндай реакциясын үнемі аға беретін сілекейден болуы мүмкін. Қолдың саусақтарын аузына салуы. Балалар жайсыздықты басуға тырысып, қолына тиген заттың бәрін аузына салады. Сондай-ақ бала тіс жарып келе жатқан жағындағы құлағын немесе бетін уқалай беруі мүмкін. Температураның көтерілуі. Қабынған ісінген қызыл иек. Абайлап балалардың аузына қарап көріңіз. Қызыл иегі қызарып немесе көгеріп тұруы мүмкін. Кейде тістерде байқала бастайды. Тісі шыға бастаған балаға қалай көмектесуге болады? Сәбидің қиналғанын жеңілдетіп, оны жұбатуға көмектесетін нәрселер. Силиконды тістеуіштер немесе тіске арналған ойыншықтар. Ішіне гель немесе су толтырылған ойыншықтар арнайы қызыл иектің қышуының басуы үшін ойлап табылған. Осындай тіс уқалауыштарды тоңазытқышқа салқындатып алған жөн. Бірақ мұздатқышқа салушы болмаңыз. Қызыл иекке арналған ауруды басатын гельдер дәріханаларда сатылады. Олардың көмегімен сәбидің қызыл иегін салқындатып, бірнеше уақытқа ауырғанын басуға болады. Нұсқаулықты қарап шығуды ұмытпаңыз. Кейбір препараттар 3 жасқа дейінгі балаларға беруге болмайды. Мұндай гельдер аллергия реакциясын беруі мүмкін. Жоғары температура кезінде қызуды басатын құралдарды пайдаланған жөн. Егер температура 38-5 градустан көтерілсе, оны басу қажет. Емшектегі баланы емізсе, ол тыныштанады. Кейбір балалар тіс жарған кезде тек анасының қолында ұйықтауы мүмкін. Қосымша тамақ ішіп жүрген балаға салқын жеміс немесе көкөніс езбесін беруге болады. Тіс жарған кезде нені жасауға болмайды? Бала қақалып қалмас үшін сәбіз, алма кептірілген нан немесе кепкен тоқаш сияқты қатты тағамдарды беруге болмайды. Сәби тіпті қызыл иегімен де бір тілім тістеп алуы мүмкін. Тіс шыққан кезде температура қанша уақытқа дейін сақталады? Әдетте тіс шыққан кезде температура 37,2 немесе 37,5 градусқа дейін, сирек жағдайда 38 градусқа дейін көтеріледі. Егер баланың температурасы 38 немесе 38,5 градустан төмен болса, баланың өзін нашар сезінетін жағдайларды қоспағанда, оны түсірудің қажеті жоқ. Егер нәресте әлсіз, мазасыз болса, ауырсынудың салдарынан ұйықтай алмаса, онда оған бір уақытта ауырсынуды басатын әсері бар қызуды түсіретін дәріні беруге болады. Ескере кететін жайт, баланы сірке сумен немесе спиртпен сүртуге болмайды. Бұл ауыр улану немесе терінің күйуіне әкелуі мүмкін. Температура жоғары болған кезде балаға жиі су беру керек. Жылы су, қансыз морстар мен компоттар, итмұрын қосылған балалар шайлы қойлайлы. Егер бала емшек еметін болса, омырауды талап етуі бойынша беруді жалғастырыңыз және тамақтандырудың арасында қосымша су беруді де ұмытпаңыз. Ауырған баланың бөлмесін үнемі желдетіп отыру керек. Ондағы ауаның ылғалдылығы 40%-дан төмен болмауы керек. Мұны істеу үшін ылғалдандырғышты қолдануға немесе кем дегенде дымқыл сүрлерді іліп қоюға болады. Бөлме температурасы 18 градус пен 20 градустан аспауы керек. Бастысы сабырлы болыңыз. Есіңізде болсын, кішкентайдың тісі пайда болғанда ол сәл тынышталады.
жоғарыда айтылып кеткен ақпараттар сізге пайдалы болған болса достарыңызбен бөлісіп лайк басып комментарий жасай кетуді ұмытпаңыздар.